Сәлем, Шамшырақ каналына қош келіпсіз. Менің есімім Нұрбақыт, ал мынау менің балдырғаным Едіге. Сізбен бірге 15 минут йогамен айналысқым келіп отыр. Сонымен бастайық. Ең алдымен осылай лотос қалпында отырып, оң аяқтың өкшесін алға қоясыз да, сол аяқтың өкшесі артта тұра берсін. Содан кейін алға қарай екі қолмен созыласыз да, енді біз солға қарай осы қолдарымызбен өрмелейміз. Денемізді төмен қарай бағыттаймыз. Үстіме осылай балдырған мінеді. Бүкіл видео бойы, сондықтан бірден айтып қояйын. Сіздің де балаңыз бар болса, ол міндетті түрде үстіңізге мінбей қоймайды. Терең тыныс алуды ұмытпаңыз. Мұрныңызбен тыныстаңыз. Бүкіл арқа, жауырын барлығы рахаттанып жатыр. Ал енді қайтадан қалпымызға келеміз. Жоғары қарай түрегеліңізде. Енді сіз өзіңіздің сол қолыңызды оң тізеге қойып, ал оң қолды артқа қарай бағыттайсыз да, осылай денеңізді сосып қоясыз. Неғұрлым түзіп отырсаңыз, сол ғұрлым әсерін сезінетін боласыз. Қайтадан бастапқы қалып, ал енді аяғымызды остырамыз. Сол аяқтың өкшесі алдыға шығады. Енді оңға қарай денемізбен созыламыз. Мұрынмен тыныстаймыз. Қысқа дем аласыз. Терең демді шығарасыз. Тағы да бір дем. Ал енді түрегелсеңіз болады. Тура бағанағыдай, енді оң қолдың өзі сол тізеге қарай орналастырылады да, ал сол қолыңыз артқа қарай барылады. Денеңізді тік ұстауға тырыссаңыз, бастапқы қалыпқа ораламыз. Ал енді екі аяғыңызды осылай ашып отырасыз. Немесе енді күннің деңгейіне өзіңіздің шамаңызға қарай аяғыңызды осылай алшақтатсаңыз да болады, немесе жақын қылып ашсаңыз да болады. Өзіңізге қараңыз. Сізге қалай ыңғайлы. Екі қолымызды жүрегімізге қарай орналастырамыз. Осылай кеуденің ортасынан енді алға қарай иіле бастаймыз. Тағы да қайталап айтам, шамаңызға қараңыз. Қатты иілудің бұл жерде қажеті жоқ. Содан кейін тура осы қалыптан екі аяқтың тізелерін бүгіп, осылай оңға солға бұрыламыз. Аяқты жазамыз, алға қарай орналасамыз, түрегелеміз, тізелерді алға қарай бүгеміз де, енді жанымызға бұрыламыз. Тамаша. Тағы да алға қарай бөгейміз денемізді. Түрегелеміз. Тізелерді өзімізге қарай жинаймыз. Енді оң жаққа қарай бұрыламыз. Бөксеңіздің барлығы, аяғыңыздың сүйектері барлығы ерекше сезім беріп жатқан болар. Ол қалыпты нәрсе. Тағы да бір-екі рет бұрылып қояйық. Бастапқы қалып, алға қарай төмен түсеміз. Тізелерді өзімізге қарай тартамыз. Сонымен болды. Ал енді жанымызға осылай көбелек қалпына отырамыз. Екі өкшемізді, табанымызды бірге қосамыз да, арқамыз түзу ұстап, енді төмен қарай ысырыла бастайық.
мойын, арқа барлығы осы жерде созылады. Тағы да түзу қалыптан төмен қарай қалыпқа ауысамыз. Алға қарай иілеміз. Мұрнымен тыныс алуды ұмытпайсыз ғой. Тағы да бір рет алға қарай иіліп қояйық. Міне тамаша. Ал енді біздің алғашқы тұмсығы төмен қараған ит қалпымызды жасасақ, бір созылып алыңыз. Ал енді оң аяқты осылай жоғары қарай тіземен бірге көтереміз. Жоғарырақ қарай көтеруге тырыссаңыз. Тура осы аяқты екі қолдың ортасына қарай орналастырыңыз да, енді денеңіздің жоғары бөлігін ортаға қарай әкеліңіз. Аяқтарды кішкене сәл бұрып қойсаңыз болады. Енді біз қазір бір тізеге отыруды жасаймыз. Оң аяқтың тізесіне отырып аламыз да, енді сол аяқтың тізесіне қарай ауысамыз. Тағы да оң аяқтың тізесіне отырамыз. Келесі жаққа ауысамыз. Енді бастапқы қалып, осы артқы сол аяғымызды төмен қарай тіземен төмен қарай бағыттаймыз. Содан кейін осы жазылып тұрған аяқты өзіңізге қарай тартасыз да, қолдарыңызбен ұстап қойып, осы арқа, бел, барлық бұлшық еттерді сезінесіз. Оң қолды жерге орналастырыңыз. Тамаша. Ал енді біз көгершін қалпын жасасақ, ол үшін осы бүгіліп тұрған аяқты өзіңіздің денеңізге қарай тартасыз. Ал сол аяқ тура сол бағанағыдай жазулы қалпында арқаңызды, басыңызды артқа қарай орналастырып боласыз да, алға қарай енді өзіңіздің денеңізді бағыттап жерге қарай жатасыз. Тура осы қалыпта бірнеше рет тыныс алайық. Енді түрегеп тұрамыз. Абайлап тұрыңыз. Тағы да тұмсығы төмен қараған ит қалыпы. Бағанағы жасалғандардың барлығын келесі аяққа орналастырудың орнына ең бірінші біз винясын жасаймыз, яғни планк қалпынан төмен қарай орналастырамыз денемізді. Қайтадан тұмсығы төмен қараған ит қалыпы. Ал енді біз сол аяғымызды жоғары қарай көтереміз. Екі қолдың ортасына сол аяқ барсын. Денеңіздің жоғарғы бөлігін алға қарай орналастырасыз да, сол тізеден оң тізеге қарай отыруға дайындалыңыз. Оң тізеге отырамыз. Сол тізеге отырамыз. Әрбір аяқтың біреуі осылай жазылып тұрады. Ал енді артқы аяғымызды тізерлейміз. Денемізді тік ұстап, артқы аяқты өзімізге қарай тартамыз да, қолымызбен кішкене ұстап қоямыз. Сол қолымыз жерде. Осылай бірнеше рет тыныс алыңыз.
Міне әдемі шықты, тамаша. Ал енді екі қолды да жерге қоямыз да бүгулі тұрған тіземізді өзімізге қарай орналастырып, енді көгершін қалпын жасаудың алдында біз бірінші басымызды артқа қарай қойып аламыз. Енді алға қарай денемізді төмен қарай орналастырып, көгершін қалпын жасаймыз. Сандарыңыздың ішіндегі сүйектер, бұлшық еттер сондай өздерінің бар екендерін білдіріп жатқан шығар сізге. Сондай сезім болады. Ол тамаша деген нәрсе. Өте жақсы жаттығуларды орналастырдыңыз деген сөз. Мұрынмен терең тыныс алыңыз. Деміңізді шығарып, енді жоғары қарай түрегеп тұрайық. Тағы да тұмсығы төмен қараған ит қалпы. Планк қалпы. Жерге төмен. Енді сфинкс қалпын жасадық. Тағы да дене тұмсығы төмен қараған ит қалпы. Созылып қойыңыз. Енді екі тізеңізді жерге орналастырыңыз. Ал енді жерге қарай орналасып жатқан ит қалпын жасаймыз. Тұмсығы жерде. Арқаңыз сізге рахмет айтып жатыр. Тамаша. Тағы да бір рет сфинкс қалпы. Мысырдағы сфинкс болып тұрсыз қазір. Рахаттан тыныс алып алыңыз. Ал енді түрегеп тұруға болады. Енді бала қалпын жасаймыз. Екі тізеңізді кеудеңіздің тұсына қоясыз да, басыңызды төмен жерге орналастырасыз. Екі қол осылай жерде. Осында тамаша рахаттан тыныс алыңыз. Сондай күшті. Өте тамаша. Сондай ырғақты күрделі жаттығулардан кейін осы бала қалпы сіздің деміңізді орнықтырады да, осындай рахатқа бөлейді. Өте керемет. Ал енді мен сізге қарай бұрылып отырайын. Жаттығуларымыздың соңы осы болсын. Енді кеудеміздің тұсына жүрегімізге қолдарымызды қойып, бір ом деген сөзді айтып, бір тынысымызды орнықтырып алсақ. Намасте, рахмет үлкен. Сау-сау.